Не себепті әйелдер босанғаннан кейін депрессияға түседі? Яғни послеродовая депрессия. Себебі әйел физикалық және психикалық тұрғыда шаршайды. Жалпы әйелдің организмде қалыпты физиологиялық процесс, яғни босану процесі өтеді. Қалыпты физиологиялық процесс өткеннің өзінде де әйел өзінің организмде жиналған қоректік затты баласына береді. Осы уақытта қоректік заттар азайғаннан кейін әйелдер шаршау сияқты белгілер көбейе бастайды және жұмысқа деген қабілеттің төмендеуі, онымен қоса психикалық факторлар тікелей әсер етеді. Жалпы бұл уақытта әйелге қолдау қажет. Ол қолдауды әйел өзінің айналасындағы жақындарынан және отбасы мүшелерінен күтеді. Депрессияға түскен әйелді назарсыз қалдыруға болмайды. Себебі депрессияның ауыр дәрежелерінде ол тіпті суицидке алып келуі мүмкін. Я болмаса өзінің баласынан бас тарту және баланы өлтіріп қою сынды қауіп-қатер бар. Осындай қауіп-қатердің алдын алу үшін әйелді босанудан кейінгі депрессияға түсірмеу қажет. Және әйел жалпы өзі босануға және босанудан кейінгі кезеңге толыққанды дайын болу қажет.